Сәлем баршаңызға. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгін адам ағзасына пияздың пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Пияз сығындысы жасушаларды жасартатын сиқырлы сусын. Оның құрамындағы аскорбин қышқылы, иод, фитонцидтер мен кверцетин, флавоноиды тері жасушаларының жасару мен қалпына келу процестерін жылдамдатады. Пияз тұнбасын ішу арқылы сіз тұмау ауруларының алдын алып, бет теріңіздің реңкін жақсартасыз. Пиязда эфир майларының мөлшері көп. Ежелгі грек дәрігері Гиппократ пиязды семіздіктен арылу үшін ем ретінде тағайындаған. Пияз шырыны жастықтың қайнар көзі. Пияз құрамындағы мырыш теріні жасартып, оның серпімділігін қалыпқа келтіреді. Пияздан жасалған бет маскасы әжімдерді тегістеп, теріні ағартады. Түйінді пиязды үкіштен өткізіп, бал қосыңыз. Бетке зәйтүн майын жағып, пияз бен бал тұнбасын жағыңыз. Бет құрғай бастағанда тұнбаны тағы 2 рет жағып, бетіңізде шамамен 30 минут ұстаңыз. Содан соң бетіңізді жылы сумен жуып, айран жағып қойыңыз. Айран пияздың жағымсыз иісін кетіріп, теріні тыныштандырады. Мұндай масканы араға 2 күн өткізіп жасап тұрған жөн. Маска барлығы 10 мәрте жасалған соң бетіңіздегі әжімдер тегістеліп, теріңіз ағарады, секпілдер мен қарадақтар кетеді. Беттің сопағы тартылып, жинақталады. Пияз сығындысы жасушаларды жасартатын сиқырлы сусын. Оның құрамындағы аскорбин қышқылы, иод, фитонцидтер мен кверцетин, флавоноиды тері жасушаларының жасару мен қалпына келу процестерін жылдамдатады. Пияз тұнбасын ішу арқылы сіз тұмау ауруларының алдын алып, бет теріңіздің реңкін жақсартасыз. Тұнбаны дайындау үшін 10 пияз бен 1 тал сарымсақты тазалап, 1 лүс сүт құйып, 1 сағат бойы қайнатасыз. Піскен сүтті сүзіп суытасыз. Суыған сүтке 2 ас қасық бал қосыңыз. Тұнбаны тоңазытқышта қақпағы жабылған әйнек ыдыста сақтау керек. Сығындыны аптасына 5 рет 1 ас қасықтан тамақ ішер алдында қабылдауыңыз қажет. Иммунитет үшін бұл аса пайдалы. Пияздың өткір иісі бастың ауырғанын басады. Өйткені пияз құрамында фитонцидтер көп. Пияз сығындысы тырнақты қатайтады. Пияз асқазан ішек жолдарының қызметін жақсартып, ағзадағы улы заттарды айдайды. Пиязды аптасына 7 күн бойы жеген жөн. Ал пияз көжесін ішсеңіз, қаныңыз тазарады, денсаулығыңыз нығайып, артық салмақтан арыласыз. Пияз сорпасын әзірлеу үшін 6 тал пияз, бірнеше тал қызанақ, 1 тал қырыққабат, 2 тал болгар бұрышы, 1 түйін балдыркөк, 1 түйін ақжелкен қажет. Көжеге талғамыңызға қарай сарымсақ, кәді, қоян шөп, сәбіз қосуға болады. Көкөністердің қабығын ашып, турап, дайын болғанша қайнату керек. Піскен сорпаға дәмдеуіштер мен бұрыш қоссаңыз, құба-құп, сорпаны күніне 3-4 рет ішіңіз. Осылайша 1 апта бойы жоғарыдағы диетаны ұстансаңыз, салмақ тастайсыз, тамырларыңыз тазаланып, ас қорыту жүйесі жақсарып, иммунитетіңіз нығаяды. Түйінді пияздың әйелдер қауымы үшін пайдасы аса зор. 1 тал пиязда аменс дәрумендері, кальций, калий мөлшері көп. Бұлар әйел ағзасының тұрақты жұмысы үшін аса қажетті болып саналатын заттар. Сондықтан күніне 1 тал түйінді пияз жегеніңіз жөн. Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар, емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пияз бен қырқұлақ, цинга, ауруын емдеген. Пияз құрамында түрлі дәруменге минералды қышқыл деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы.
Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Құрметті оқырмандар, сіздерге құнды да пайдалы кеңестер берілді дер ойлаймын. Сондықтан арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.